Аға, жалпы сізден сұрамақ едім, осы жат ғаламшарлықтар жайлы көп деректі фильмдер түсірілді, бұл жайында көп ғалымдар бар дейді, жоқ дейді. Сіздің пікіріңіз қалай осыған? Енді көпшілік түсіну үшін инопланетян дейік. Мен әрине сенемін. Жалғыз ғана біздің жер емес, біздің жерде көптеген планеталар бар. Оларды да енді бізге ұқсас па, басқа түрлі ме, оларда жан бар деп мен ойлаймын. Осында келіп зерттеп жатыр. Біз кім екенбіз, бізбен бұлай сұхбаттасуға бола ма? Мүмкін олар бізден айда озып кетті технология жағынан. Екінші сұрағым, черная дыра дейді ғой, сол жайында айтып берсеңіз. Черная дыра деген чистейший вакуум деп айтуға болады. Ол жерде не жан жоқ, не мынандай айлар жоқ, не жұлдыз, не планета жоқ. Неге десеңіздер, ол жерде жұтып алады. Түсінікті. Кейбір кездерде тіпті планеталарды, жұлдыздарды... Жоқ, планета емес, галактикаларда. Бүкіл солнечный галактика, соған біз жақындасақ, бізді жұтып жіберуге мүмкін. Ертіп жібереді содан кейін. Ғарыштың бір кереметін көрдіңіз, аға. Ерекшелігін айтып беріңізші. Ғарыштың ерекшелігі ол жерде бірінші сен өзіңді балық деп санамайсың, не балық, не құс. Құс емессің, ұшасың, балық емессің, мал дейсің. Бір кезде бір-екі күннен кейін үйренесің. Басқа бір ерекшелігі. Ол жақтан жұлдыздар басқаша болып жанады. Үлкен болып. Айымыздың кратерлары бәрі көрінеді, жап-жақсы болып. Ғарыштан жерге қарағанда біздің жер өте сұлу, әдемі. Осы жерді біз бәріміз қадірлейік, жерге біз анамыздай сыйлайық, жерді біз күтейік. Рахмет, аға. Рахмет көп пікіріңізге, алға айтқан жалпы ақылыңызға, өсиетіңізге, өнегеңізге, ағасы. Жақсы. Сау болыңыз. Сау бол.